Прокурор түсіндіреді. Осындай тақырыпта облыстық кәсіпкерлер палатасында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Жиын мақсаты биылғы жылдың 1 қаңтарында күшіне енген мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы заңға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды көпшілікке таныстыру. Басқосуға өңірдегі кәсіпкерлер, төтенше жағдайлар департаменті, облыстық прокуратура, салық басқармасы, сондай-ақ тұтынушылар құқығын қорғау департаментінің өкілдері қатысты. Әр саладағы өзгерістерге жіті тоқталған мамандарға кәсіпкерлер көкейдегі сауалдарын қойып, нақты жауаптарын алды. Заңға енгізілген өзгерістердің бірі енді кәсіпкерлер субъектілеріне жоспарлы тексеру жүргізілмейді. Ал жоспардан тыс тексеру жүзеге асар болса, мамандар тексерілетін субъектіге бір тәулік бұрын хабар беруі тиіс. Сонымен қатар тәртіп бойынша мемлекеттік орган қызметкерлері тексеруді тағайындау туралы акті, қызметтік куәлік секілді бірқатар құжаттарын кәсіпкерге көрсетуге міндетті. Тексерудің жаңа түрлері пайда болды. Оның нақты атап өтсем, тексерудің ерекше тәртіппен тексеру деген пайда болды. Және де ішінара тексеру деген пайда болды. Және де жоспардан тыс тексеру деген түрлері бар. Бұл тексеру түрлерін осы Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігімен бекітілген әдістемеге сәйкес әр органның өздері есептеп, осындай жаңа тәуекелдер бағалау жүйесін өздері оны бекітіп, және де өздерінің интернет ресурстарында жариялауы тиіс.